Вангелия Пандева Димитрова, Болгарияның әйгілі көріпкел әйелі, белгілі болжамдар мен экстрасенсорлық қабілеттері үшін танымал болған адам. Ол 1911 жылы Болгарияда дүниеге келіп, 1996 жылы қайтыс болды. Ванга әлемге өз көріпкелдігімен, болашақты болжауымен және түрлі құбылыстарды түсіндіруімен танылды. Ванга туралы шындықты айту үшін бірқатар айтылды. Ванга шағында қатты ауа райы әсерінен көз ауруына шалдығып, көру қабілетінен айырылған. 12 жасында қатты дауылдан кейін оның көздері жарақаттанып, кейін көзі толықтай көрмей қалды. Кейінірек ол өзінің көріпкелдік қабілеттері пайда болғанын айтқан. Көріпкелдік қабілеттері Ванга өмірінің көп бөлігінде көріпкелдік қабілетіне ие болды деп айтылған. Оның болжамдары мен көріпкелдік айтулары әлемдік оқиғаларға қатысты болды. Кейбір болжамдары дәл келіп халық арасында танымал болды. Алайда оның болжауларының бәрі де дұрыс шыққан жоқ. Оның болжамдары көп жағдайда түсініксіз және беймәлім түрде айтылған. Бұл олардың дұрыс екендігін дәлелдеуді қиындатады. Ванга мен оның болжамдары. Ванга көбіне әлемдік саяси жағдай, табиғи апаттар, жеке адамдардың өмірі туралы айтатын. Оның болжамдары арасында маңызды тарихи оқиғаларға қатысты айтылғандары да болды. Мысалы, КСРО-ның құлауы, ақш-тың президенті Рональд Рейганның шабуылға ұшырауы, 2001 жылғы 11 қыркүйек оқиғаларына қатысты айтылған кейбір болжамдарына байланысты пікірлер айтылған. Ванга қатысты пікірлер әртүрлі. Бір жағынан, оның болжамдары көптеген адамдардың жүрегінде із қалдырды. Алайда оның болжауларының бәрі бірдей дәл емес және нақты деректермен дәлелденбеген. Кейбіреулер оның болжамдарын кездейсоқ сәйкестіктер ретінде түсіндіреді, ал басқалар оның қабілеттерін мистикалық немесе сыры бар деп қабылдайды. 5. Вангаға қатысты көптеген аңыздар мен мифтер пайда болды. Кейбір адамдар оның қабілеттерін ұлықтап, оны тіпті құдіретті күштермен байланысы бар деп сенген. Ал басқалары оның болжаулары тек кездейсоқтық пен жалпы пікірлердің нәтижесі деп санайды. Ванганың өмірі мен қабілеттері шындыққа айналса да, оның болжамдарының кейбір аспектілері ғылым мен логикаға сай келмейді.